Hayırlı kеш болсын, ардақты ағайындар, достар. Жаңа әлгінде бір жерден оқып қалдым. Мынау Астана қаласы. Мынаның әкімдігі гейлерге арнап 15 миллиондай қаражат жұмсамақшы екен. Олар еш инспекциясын жұқтызады, тағы бірдеңелер деп соған қаражат бөлмекші екен. Қазақтың даласында, қазақтың санасында мұндай сорақылықты көреміз, естиміз деп әсте ойламағанбыз. Баяғыда егер Абай жолын оқыған болсаңыздар, Құнанбай қамқанымен Қодарды дарға асып шариғат жолымен үкім шығарған. Енді Құнанбай соны жарықтық еріккеннен істемеген шығар. Елім жұртын бұзылмасын, санасына таяздық, соқырлық кірмесін деп істеген болуы мүмкін. Бұл гейлер не отан қорғамайды, не отбасын қорғамайды, не ұрпақ өмірге әкелмейтін сорлылар ғой. Бұлар сонша неге дәріптейді, неге құрметтейді, неге сонша көңіл бөледі. Егер сол 15 миллионды көп балалы отбасыға, қазақ отбасына қандай болып болсын, соларға бөліп қолынан келгенше жәрдем берсе, сол жақсы ғой. Шай жоқ, 15 миллион теңге гейлерге бөліп жатыр дегенде, мал құлағы саңырау деп жағамыз ұстадық. Сұмдық, елде жоқ сұмдық, ардақты ағайындар. Амандықта болайық. Атқан танымыз арайлы, батқан күніміз шырайлы болсын. Санасынан, салтынан безгендерге Алла тағала лағнатын ғана берсін. Елі бұзылды деген осы ағайын.